Есімім Кенжебаев Жан болады. Мен 1998 жылы туылдым, жасым 20-да. Менің ережесі жекпе-жекте жеткен жетістіктерім: 2 дүркін Қазақстан чемпионы, чемпион Кубка Қазақстана, призер Қазақстана және де чемпион Азии 2017 Сингапур. Мастер спорта международного класса. Паймама. Ең бірінші баяғыда 7-ші каналдан Алаш Прайд деген турнир болатын көбінесе. Сол кезде маған ұнайтын ағаларымыз шығатын бойға. Солардың бойына қарап, қызығып, осы спорт түрін таңдап, осы спортқа келдім. Мен кішкентай кезімнен осы спорт түріне қызықтым. Өзімнің қолымнан бәрі келетінін сездім. Және де төбелескен бала кезімнен ұнайтын, сол үшін осы спортқа келдім. Проигрыш болды, әрине, осыз болмайды. Бірақ ең бастысы профессиональный карьерамды бастаған жоқпын әлі. Любительский бойда әрине проигрыштар болды. Жеңілмеу үшін, ары қарай дайындалу керек екен, өзімді сезіндіру үшін, өзіңді жұлдыз санап кейде кетесің, тренировка дұрыс жасамай, сол кезде жеңілетін күндер болады. Соның бәрі тек қана тренировка жасау үшін маған мотивация болады. Спортивный карьерамда ең жарқын кездер ол чемпионат Азия болды. Ол кезде алтын жүлде алдым. Қиын болды, бірақ мен үшін ең үлкен жетістік сол әзірге. Алла қаласа бірінші орын деп тұрмын. Настрой тек қана бірінші орынға. Кім болмаса да, кім болса да бұйырса жегеміз. Бір Алланың қолында бәрі. Осы чемпионат Қазақстанда мен өзіміздің Ақтөбенің баласы Айдынға есеп жіберген болатын төрешілер шешімімен. Азияда сонымен шыққым келеді. Настрой тек қана соған, басқа ештеңе ойлап жүрген жоқпын. Қазақстанда ММА спорт түрі өте дамып келеді, өйткені америкалық промоушн UFC-ға бәрі қызығады. Бәрінің сол жетістікке жеткісі келеді әрине. Мен де сол жаққа шыққым келеді болашақта, арман бар, ой бар. Сол үшін осы спорт таңдадық, осыған келдік. Менің пока ешқандай тренировкадан басқа жасап отқан жұмыстарым жоқ. Тек қана тренировка үй. Өйткені мен бұл спорттан бір жетістікке жеткім келеді әрине. Профессиональный боец болғым келеді. Бір үлкен лигамен контрактқа отырып, Қазақстанның атын жоғарыға шығарғым келеді. Менің өмірімде спорттан басқа ештеңе жоқ, өйткені менің алдыға қойған айқын мақсаттарым бар. Мен соған жетуім керекпін, ештеңеге қарамастан. Сол үшін Аллаға шүкір. Менің отбасым 4 адамнан тұрады. Ол анам, әкем, одан менің інім бар. Інім тоже менің артынан келе жатқан, тоже ММА-ға қатысады. Мама әрқашан уайымдайды, бірақ алдыда жарыс келе жатқанда маған диетический тамақтар жасайды, ылғи поддержка береді. Соған шүкір. Олсыз болмайды, біз бір-бірімізді уважать етеміз. Менің ойымша уважение ол любой жерде болады. Кроме бой басталып жатқанға дейін, ал бой басталғаннан кейін уже сен сыйластықты ұмытасың, сен оны жеңуің керексің, өйткені ол сенің қарсыласың. Ал бой біткен соң уважение болады әрине. Девиз: будь сильным, иначе зачем тебе быть? Спорт ол менің өмірім, болашақта тауып жейтін наным. Және де өзіме ұнайды осы спорт. Әрине, мен бойдың алдында Аллахтан сұраймын. Осы жеңісті нәсіп етсе екен деп. Тек қана Аллах. Менің бос уақытымда тренировкадан келген соң ұйықтаймын. Лучше ұйықтағанды жақсы көремін, демалғанды кешкі тренировкаға дейін. Өйткені организм демалу керек. Восстановить ету керек кешкі тренировкаға дейін.
Менің сүйікті тағамым ол стейк, әрине бешбармақ. Не береді, бәрін жей беремін. Әрине бешбармақты анам жасайды. Анамның жасаған тағамдарына ешкім тағамы жетпейді. Мен киноны жақсы көремін, және де бос уақытымда да көремін, көп көремін. Боевиктер көп көремін, комедия көп көремін. Қазақстанның жас чемпиондарына айтқым келетіні ол спортпен айналысыңдар, армандар орындалады, мақсатың айқын болса. Нағыз жеңіс өзгені емес, өзіңді жеңу.